кіресіздер дегенсіз. Сіздер қанша адамсыздар? Санын айтыңыз. Осы қағазды өз жинап алған осы қыздың өзі. Талдықорғанда өтіп жатқан тіркелмеген саяси оппозициялық Атажұрт партиясының өкілдеріне қатысты жабық сот процесі аяқталуға жақын қалғанда қамаудағылардың кейбіреуіне арандату мен қорқыту жасалуы мүмкін. Осылай деп қамаудағылардың туыстары әлеуметтік желіде баяндап отыр. Міне 6 ай болды. Bir қанша рет сот ашылды. Адвокат жалдадық. Адвокатқа мына Есік ауданы Шелек ауданындағы Бану деген адвокат 500 мың теңге алып кетті. Не бір рет сотқа келмеген, бір рет болмаса сотта тамақ апарып жатқан адамдарға кіргізе алмағанбыз. Ол менен 500 мың теңге қолымнан алып кетті. Енді мына Атажұрттың адвокаты Шыңғуат Байжан деген кісі қорғап жатқан. Мына 2026 жылы 4 айдың 2 күнгі сотта барсақ, балаларға қорқытып қол қойдырып кеткен. Біз жоғартынан келген адамды қорғау адамдарымыз дейді. Бірақ біз түрменің адамынан сұрасақ, бұлар ондай адам кірген жоқ дейді. Сонда бұл қалай албасты кіріп кетті ме болған сонда? Бұл қағазда олар қол қойып отыр, нақтылы. Бұларға қорқытқан 15 жыл отырасыңдар дейді. Өз ана баланың көзі көрмейді, оны қағазы танымайды, танитын көз де жоқ ода. Сондық үшін мен қазақ елінен адамды құқық қорғау, дүниежүзілік адамды құқық қорғау орталығынан көмек сұраймын. Байғазы Кәрібаевтың айтуынша баласының көзі көрмейді. Ол алауыздық тудыру бабымен күдікке іліккендердің қатарында болғанмен, бұл қылмыстық іске қатысы жоқ. Батылбек Байғазы былтыр қарашада Шыңжаңға барып, қайтар жолда Ұйғыр ауданына барған Атажұрт өкілдерінің көлігіне мініп, үйіне жетіп алмақшы болған. Әкесі ол көлікке мінгенімен балам Қытайдың туын өртемеді, сөйлемеді деп отыр. Дәл осыған ұқсас жайтты Бақытнұр Нұрмаханның әкесі Нұрмахан Арыстанұлы да мәлімдейді. Бақытнұр Нұрмахан 4-5 ай болды қамауда жатыр, жазықсыз еріп барғандық үшін. Ол осы жақында 2 заң адамыма кім екенін білмейміз барып қол қой депті, қол қоймай қойыпты. Адвокатсыз, бұл қаламақын өстіп адамдарды қинай берсе, зорлай берсе бола ма? Бұл заң қайшан уақыт әділеттілік болады. Бұл жағдайға Атажұрт саяси оппозициялық қозғалысының Америкада жүрген лидері Серікжан Біләш та әлеуметтік желіде дабыл қағып, реакция білдірген. Оның сөзінше СИЗОда отырғандарды қорқытып, әлдебір қағазға қол қоюға мәжбүрлеудің артында билікке ыңғайлы адамдар тұруы мүмкін. Тойке медиа Атажұрт өкілдері отырған Талдықорғандағы нөмір 71 мекемеге қоңырау шалғанмен тұтқаны ешкім көтермеді. Мекемеге арнайы сауал жолдадық. Дегенмен қамауда отырғандардың туысқандары олармен кездесуге барғанда мекеме басшысымен жолығып сұрағандарын айтады. Бірақ оларға ешкім кірмеді деп жауап берген. Не болса да қызық жайт, өйткені саяси астарлы іспен қамауда отырғандарға арнайы кіріп, оларды айыпты мойындатуға немесе президенттен кешірім сұрауға итермелейтіндердің болатындығы туралы бұған дейін азаматтық белсенді Макс Боқаев та, қамауда отырған Марат Шыланбаев та айтқан. Естеріңізге сала кетейін. Былтыр 13 қарашада Алматы облысының Ұйғыр ауданы Қалжат ауылы маңында бір топ Атажұрт өкілі наразылық акциясын өткізген. Басты себеп Қытайға барып, қамауға түскен Қазақстан азаматы Әлімнұр Тұрғынбайды босатып, елге қайтару талап еді. Олар Қытай туы мен Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің суретін ұстап шығып, қарсылық ретінде өртеп, Шыңжаңда ұсталып, Қытайдағы түзету лагерлеріне қамалған қазақтарды босатуда Қазақстанның қақпасын айқара ашқан визасыз режимін жоюды талап еткен. Наразылыққа қатысқандардың барлығы қамауға алынып, әкімшілік жауапқа тартылған. Кейін оларға қатысты қылмыстық іс қозғалып, сот қаңтардың 29-ында басталған. Содан бері 20 шақты сот процесі өтті. Ұсталғандардың 13-і қамауда, ал 6-ы үй қамақта отыр. Сот 18 адамның талабына қарамастан жабық режимде өтіп жатыр. Оның жабық өтуіне үй қамақта отырған өскемендік Аян Қалымбектің өтініші себеп болған. Процесс жабық болғандықтан, онда не айтылып жатқанынан бейхабармыз. Оған қатысып жатқандар да, адвокаттар да аузын аша алмайды. Егер адвокат сөйлесе, қамаудағылар қорғаушысыз қалуы мүмкін.